Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз мамандық әлеміне саяхат деп аталады. Сабақтың мақсаты оқушылардың болашақ мамандыққа байланысты ұғымын тереңдетіп, қызығушылығын арттыру, еңбекке деген құштарлығын ояту, үлкендердің еңбегін бағалауға тәрбиелеу, мамандықтар туралы білімін тиянақтау болып табылады. Сабақтың түрі саяхат сабақ. Алдымен сабақты бастамас бұрын балалар шаттық шеңберіне тұрып, бір-бірімізге жылы лебіздерімізді тілейік. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым арайлап атқан күнге. Ашық аспан тілеймін, күніміз жарық болсын, деніміз сау болсын, нанымыз көп болсын. Әрқашан күн сөнбесін. Жарайсыңдар балалар, айтқан тілектерің қабыл болсын. Олай болса, балалар, сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жыл мезгілдері нешеге бөлінеді? Қазір жылдың қай мезгілі? Күзде қандай өзгерістер болады? Күз айлары қалай аталады? Қазір қандай ай? Апта күндерін білеміз бе? Бүгін аптаның қай күні? Ой, жарайсыңдар балалар. Олай болса, жаңа сабағымызға кірісеміз. 1, 2, 3, сынып іші тып-тыныш, жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Әзір аш жоқ дүниеде, сабақ өзі оқылмайды, көйлек өзі тоқылмайды, тұқым өзі себілмейді, үйлер өзі салынбайды, кендер өзі табылмайды, кітап өзі жазылмайды. Барлық істің батыры біз, екі қолмен ақылымыз. Осының бәрін кім істейді, кім айтады? Асты кім әзірлейді? Сабақты кім оқиды? Көйлекті кім тоқиды? Тұқымды кім себеді? Үйлерді кім салады? Кенді кім табады? Кітапты кім жазады? Осы сөздердің барлығын бір атаумен қалай атаймыз? Жарайсыңдар балалар. Бұл сөздердің ортақ атауы мамандық деп аталады. Ендеше, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз мамандықтар деп аталады. Алдымен мына сұраққа жауап берейікші. Мамандық дегеніміз не? Мамандық қарапайым өмір сүру көзі. Және де бір дайындықтың, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің бір түрі. Әлемде мамандықтың түрі өте көп. Әнші халық алдына шығып ән салады. Дәрігер адам өмірінің арашасы. Ұстаз шәкірттерді білімге жетелейді. Жазушы сөзбен өрнек салады. Оқушылар, сендер қандай мамандық түрлерін білесіңдер? Бүгін біз мамандықтар әлеміне бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерімен бірге саяхат жасаймыз. Баяғы өткен заманда кемпір мен шал өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне бауырсақ пісірші дейді. Кемпір, үйде ұн жоқ дейді. Әй кемпір, қойманы сыпырып, қамбаны қырсаң ұн шығады дейді. Кемпірі сыпырғышты қолына алып, қаптың түбін қағып, қамбаны сыпырып, 2 уыс ұн шығарды. Кемпір бауырсақты пісіріп, терезенің алдына қойса, бауырсақ домалап кетіпті. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан аю шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, қандай тапсырмаң болса да, мен орындауға әзірмін. Балалар, ендеше бауырсақты аю жеп қоймас үшін біздер көмектесейік. Аюдың тапсырмасы: дәрігер мамандығы туралы айтып бер.
аспазшыға құралдарын табуға көмектес. Жарайсыңдар балалар, біз бауырсақты аюдан құтқардық. Бауырсақ сендерге рахмет айтып жатыр. Сөйтіп бауырсақ аюдан құтылып домалап келе жатса алдынан қоян шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, қандай тапсырмаң болса да орындаймын. Қоянның тапсырмасы. Ұстаз деген кім? Жарайсыңдар балалар, бауырсақты бұл жолы қояннан да құтқардыңдар. Бауырсақ сендерге үлкен рахмет айтып жатыр. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Оқушылар, бауырсаққа көмектесеміз бе? Олай болса тапсырмасын орындайық. Полиция қызметі туралы айтып бер. Сөйтіп бауырсақ әндетіп, домалап келе жатса, алдынан қу түлкі шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Оқушылар, бауырсаққа көмектесеміз бе? Олай болса тапсырмасын орындап берейік. Аспазшы деген кім? Жарайсыңдар балалар, түлкінің қу айлакер екенін білесіңдер. Бірақ ол бауырсақты жібермей, тағы да тапсырма бергелі тұр. Не істейміз? Бауырсақты құтқарамыз ба? Олай болса, келесі тапсырмасын орындайық. Жалғастыр ойын арқылы берілген мақал мәтелдерді жалғастырамыз. Жарадыңдар балалар. Сөйтіп бауырсақты түлкіден құтқардық. Бауырсақ сендерге көп рахмет айтып жатыр. Ал балалар, енді сергіту сәті де келіп жетті. Дұрыс па, бұрыс па ойын арқылы тапсырма орындайық. Қойшы балаларды оқытып жүр. Жүргізуші машина жүргізеді. Аспазшы үй салып жүр. Дәрігер адамдарды емдейді. Жазушы газет тасып жүр. Дәрігер етік тігіп отыр. Мұғалім балаларды емдеп жүр. Ұшқыш әдемі киім тігеді. Өрт сөндіруші өртті сөндіреді. Суретші сахнада ән айтып тұр. Сонымен бүгін қандай мамандықтармен таныстық? Оқушылар, өздерің өскенде қандай маман иесі болғыларың келеді? Ендеше сыныбымыздағы болашақ дәрігер, полиция, аспазшыны ортаға шақырайық. Болашақ мамандықтары жөнінде әңгімелеп береді. Жарайсыңдар оқушылар. Оқушылар, біз күнде мектепте қандай маман иелерін көреміз? Ал балабақшада қандай маман иелері қызмет атқарады? Сендердің ата-аналарыңның мамандығы қандай? Осындай әртүрлі мамандыққа жету үшін алдымен білім алып, көп нәрсені үйрену қажет. Білімді болу керек екен. Осындай мамандықта жұмыс жасап жүрген үлкен кісілердің, аға-апаларымыздың, ата-аналарымыздың еңбегін бағалап, әрдайым құрмет тұтуымыз керек. Мамандық алғың келе ме? Мамандық өзі немене? Айналаң толған мамандық, айналаң толған өнеге. Тыңдайық, кәне ойлайық, білімге терең бойлайық. Оқыған маман, шын маман, мамандық алмай қоймайық. Үйренем десең жалықпа, мамандық сырын анықта. Қолыңнан жұмыс келмесе, тиеме пайдан халыққа. Еңбектің бәрі мамандық, жер көктің бәрі мамандық. Білуге бәрін талаптан, танытып нағыз адамды. Дей келе, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабаққа барлықтарың өте жақсы қатыстыңдар. Сау болыңдар балалар.